Нұрболат, ал егер алғашқы жарнадан 50% емес, одан да аз болса ше, ипотека рәсімдей аламын ба? Әрине болады. Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрболат, бұл ипотека академиясы. Банкте ипотеканы алу үшін сізге қолжетімді мынандай бағдарламаларды Отбасы банкі ұсынады. Бірінші бағдарлама Ұмай әлдер ипотекасы. Бастапқы жарна 15%, пайыздық мөлшерлемесі 13.5%. Екінші бағдарлама Жаңа баспана. Ол бұрын әскери баспана деп аталды. Бастапқы жарна 15%-дан 50%-ға дейін. Пайыздық мөлшерлемесі 6%-дан бастап 8%-ға дейін. Үшінші бағдарлама Нұрлы жер бағдарламасы. Бастапқы жарна 20% құрайды, ал несие 5%. Төртінші бағдарлама Шаңырақ бағдарламасы. Бастапқы жарна 10%, жылдық мөлшерлемесі 5%. Бесінші бағдарлама Бақытты отбасы бағдарламасы. Бастапқы жарна 10%, жылдық мөлшерлемесі 2%. Және алтыншы бағдарлама Жастар бағдарламасы. Ол бойынша бастапқы жарна 10%-дан басталады, жылдық мөлшерлемесі 5%. Мұның бәрі бастапқы жарна үшін 50%-дан кем сома сұралатын бағдарламалар. Келесі жолы біз осының әр қайсына жеке тоқталамыз. Тоқташ Нұрболат, Ұмай әйелдер ипотекасы туралы айтып берші. Жақсы, ол туралы келесі бейнероликте айтамын. Лайк басып, біздің қызықты каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Егер маңызды ақпараттар қажет болса, қоңырауды міндетті түрде басыңыздар. Келесі кездескенше!